Бөкей Орда ауданында жаңағы полигон, ұшақ сынақ полигондары бар екен, және ол тек қана боевой поле емес, оның және әуе кеңістігі де бар ол полигонның. Ресейдің Да, полигоны. одан кейін және де басқа да мүмкін ол техникалық ақау шығар, сыртқа шығып кеткен болмаса, тағы да басқа шығар. Нақты айту қазір тергеу біткенше дұрыс емес деп ойлаймын. Алаңдамауға шақырамын. Алаңдатарлық жағдай дегенмен әзірге нақты белгілісі үшеуі елсіз далалық жерге құлаған. Яғни ол арнайылап бір Қазақстанға арналған, Қазақстанға қарсы бағытталған бір әрекеттер деп ойламаймын мен өз басым. Бұл жаңа Ресейдің 5 облысының ортасында тұрғаннан кейін жерде осыны географиялық орналасуының бір ерекшелігі деп түсінемін. Дегенмен жаңағы қорғаныс министрінің орынбасары айтқандай мәселе, менде де сол жағдай. Тергеу органдары бұл мәселемен қазір айналысып жатыр. Әзірге қандай да бір болмасын, нақты ақпарат жоқ. Қай жерден атылды, Ресей жағынан ба, Украина жағынан ба, бұл туралы нақты мәліметтер анықталып жатыр.